көрейік. Техникалық үзіліс болды деп жалғастырамыз. Маған андай менің қысатын болса мен ойым толық жеткізе алмай қалдым. Мен де күйеуім де өзгеріп жатты. Мен соны көріп таң қалдым. Бұл қалай? Маған түсініксіз болды. Бірақ мен жасадым. 6 жылға жуық уақыт өтті. До и после деген дәрежеге жетті. Және сол техниканы жасағаннан кейін елдің алдына шығып блог жүргізіп кетемін ғой. А мен оғанға дейін былайша айтқан кезінде ішімде барлық нәрсе бар, қайнап жатыр. Мен соны жеткізе алмадым, өте қиын. Ал сол техниканы қалай жасадым? Уже маған біреудің ойы не важно. Жаңа көпшіліктің алдына бірдеңені айтайын десем айта алмайтын, сондай бір жазира болатын ғой мен ше. Алла тағала маған қиыннан қиыстырып психосоматика алып келеді ғой. Өсіп кеткен эгоны күйеуім баспақшы болып, мен үнемі кәдімгідей ұрыс-керістік өте 1 жыл бойы қатты сондай бір моменттер болады. Ұрыс-керістік өте көп болады. Кәдімгі мен әрбір түнім жылаумен оянатын болдым. Өзімізді тану. Мынау сүріп атқан өміріңде сен өзіңе өзің көмектеспесең өмірің өзгермейді деген нәрсені прям өте күшті нәрсені үйретті бізге. Мен осыған бару керекпін деп Алланың қалауымен мен соған барамын. Алла тағала тапсырамын, Алла тағала өзің реттеп қойшы деген кезінде келсең сол кредит өзін-өзі реттеліп кетеді ғой. Осы қателіктен 1 жыл таяқ жедім. Лайфхак сол. Күйеуің туралы жаман ойладың ба, күйеуің саған жаман қарым-қатынас жасайды екен. Қаншама әйелдің менің алдыма қазір терапияға келеді, разборға келеді. Қаншама әйелге осы нәрсені жасау арқылы өмірлерін өзгертуге себепкер болып жүр, Аллаға шүкір. Ал енді сәлеметсіздер, менің YouTube каналымдағы оқырмандар. Бүгін мен алғаш рет подкаст түсіруге әрекет жасап отырмын. Ол үшін менің жаңағы арнайы журналистика саласында жүрген өзіміздің жақын досымыз Ақмарал Төлеубекті шақырып, бүгін Ақмарал Төлеубек маған менің жан-жағымнан ашу үшін қаншама қызықты сұрақтар қойып, осындай бір керемет бір подкаст түсіруді ниет етіп отырмыз. Сондықтан менімен бірге болыңыздар, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Осы подкаст арқылы иншалла сіздер қаншама пайдалы ақпарат аласыздар деген ойдамын. Ал Ақмарал, сәлем. Сәлеметсіздер ме? Көп рахмет. Жазира, өзіңе қонақ болып келгеніме қуанып отырмын. Енді менің сұрағым деп отырғаны, сен қазір енді психосоматикамен айналысып жүрсің ғой. Бұл жан мен тәннің емдеушісі деп айтады ғой негізі. Сұрағым келгені, неге сен дәл осы психосоматикаға келдің? Неге психолог емес, неге коуч емес? Қазір өткен екінің бірі осы коучингте жүр ғой. Өте керемет сұрақ. Шындығында да мен осыны өте көп ойландым. Қарап отырсам, мен өзімнің өмірімде жан мен тәннің қиылысқан деп айтып жатсың ғой, дәл сол нәрсемен жұмыс жасаппын. Мен қазір оны тоқтала кететін болсам, мынандай, мен күйеумен қарым-қатынас, елмен қарым-қатынаста өте көп мәселелерді жинақталып, прям жаңағы екеуміз екі жаққа кетейін деп атқан жерде мен өзіме терапия жасағандай болдым. Мен бірақ ол кезде білмедім. Өзіме терапия жасап, мен өзімді сол состояниеден шығара алыппын. Сол состояниеден шығарғаннан кейін көз алдымда мен де күйеуім де өзгеріп жатты. Мен соны көріп таң қалдым. Бұл қалай? Маған түсініксіз болды, бірақ мен жасадым, мен нақты техниканы жасадым да, бірақ сол техниканы жасағаннан кейін менің өмірім көз алдында өзгеріп жатты. Тіпті қазір сізге мүмкін саған өтірік болуы мүмкін, бірақ шындығына келетін болсақ, сол техниканы жасағаннан кейін менің өмірім 6 жылға жуық уақыт өтті, до и после деген дәрежеге жетті. Ол ма? Одан бөлек мен мынандай нәрсені жасадым. Айна техникасы деген бір ақпаратты бір жерден естимін, и соны жасаймын. Оны жасағаннан кейін менің ол жерде де былайша айтқан кезінде елдің алдына шығып сөйлей алмайтын, кішкене өзімде бір самооценка төмен болып, бір жаңа көпшіліктің алдына бірдеңені айтайын десем айта алмайтын, сондай бір жазира болатын ғой мен ше. Айна техникасын қалай жасаймын? Менің өмірім тағы да өзгереді ғой. И бұл жерде де мен өзіме терапия жасаппын. Бұл жерде де мен өзім білмеппін да, мен психосоматика жайында тағы да білмеппін. Осы жерде енді осыларды жасау арқылы қарап отырсам, өмірім көз алдымда өзгеріп жатыр. Тағы да жаңағындай, мен осы техниканы жасаған алдында басқа жазира болам, ана техниканы жасағаннан кейін мүлдем басқа жазира болам да, және сол техниканы жасағаннан кейін елдің алдына шығып блог жүргізіп кетемін ғой. А мен оғанға дейін былайша айтқан кезінде
ішімде барлық нәрсе бар, қайнап жатыр, бірақ соны жеткізу маған өте қиын болатын. Мен егер де соны жеткізіп жатсам, маған как будто біреу, Жазира, сен мына жерде дұрыс емес айттың ғой, неге соны айтасың деп біреу менің бетімді қайтаратын секілді қорқыныш та. Мен сол қорқыныштан ішіндегі қайнап жатқан нәрсені шығара алмайтынмын ғой. Ал сол техниканы қалай жасадым, уже маған біреудің ойы не важно. Басқа адамның ойы вообще, мен кім не ойлап жатыр, мен уже оны ойламайды екем да. Мен уже өзім өзгерген техникаларды, менің өмірімді өзгерген нәрселерді уже кәдімгідей батыл түрде бөлісетін болдым да. И сөйтіп жүріп мен іздендім. Содан кейін жаңағы блог жүргізіп кеттім ғой. Сол блог жүргізіп жүрген кезінде кәдімгі сағаттап сөйлейтін болдым. Өзімше таңғаламын да, мен бұрын ол деп жасай алмайтын едім ғой, қалайша мен осындай дәрежеге жеттім деп. Сөйтіп жүріп мен жаңағы қаншама қыз келіншектерге осы именно қарым-қатынасты неғып жүрдім, айтып жүрдім. Сол кезде бір күндері маған уже ой келді. Мен бір психологияны оқып алуым керек па, жоқ әлде коучтықты оқып алу керекпін ба деген ой келді. Осыны ізденіп жүрген кезінде қаншама нәрсеге бардым, қаншама кісілерден іздендім, бірақ Алла тағала маған қиыннан қиыстырып психосоматика алып келеді ғой. Онда да міне тура сол жерде өзің куәгерсің, өзің жаңағы бір отырыста жаңағы мені сол жерде шақырады, мен сол жерде бір кісілермен танысып қаламын. Сол кісілердің жаңағы үлкен бизнес, то есть үлкен жаңағы орында жұмыс жасап жүрген адам психосоматикаға кеткен айтады ғой. Сол кезде маған Жазира, мынау сенікі ғой деген секілді ой пайда болады да. Тура сол моментте маған андай бір не келеді, бір түсінік келеді да, мына қызық екен, бұл қалай деген секілді. Бірақ жаңадан таныса сала бүткіл нәрсені сұрағанға ұялдым. И уақыт өте келе Ақмарал өзі тағы да шақырады мені. И сол кезде мен сол жерде жаңа кісілермен тағы да кездесу болады. И мен сол жерде бүткіл нәрсені сұрап аламын ғой. Жаңа кісіден қайдан оқыдыңыз, қайдан білдіңіз, бұл психосоматика деген не, бұған қалай келдіңіз, бүткіл нәрсені біліп аламын ғой. И сөйтіп жаңағы нәрсені ізденіп жүріп, психосоматика қалай келгенін білмей қаламын. Бірақ психосоматика келгеннен кейін менің өмір бойы іздегенім осы екенін соны түсінемін ғой. Сонда менің Алла тағала мені осы жолға қаншама уақытымды арнап осы жолға дайындаған екен. Сол кезде мен түсіндім, психосоматика менің өмір бойы ізденген нәрсем екен. Сондықтан мен психосоматика осылай келдім. Жазира, мына жаңа айттың ғой, жолдасыммен қарым-қатынасымыз кішкене бұзылып, соны ретке келдірдім бір техника арқылы дедің, иә? Ол қандай техника, құпия болмаса бөліссең бізбен? Жақсы. Негізі бір Алланың қалауымен өмірім кәдімгідей құрдымға бара жатқандай. Мен басына ары барып айтайын осы нәрсені. Мен негізі бір кездер Сингапурға барғам. Сингапурға барған кезінде мынандай қызық болды. Сериалды көрем. Сол сериалда ерлі-зайыптылар Сингапурда прям керемет бүйтіп жүргенін көрем де, мен де барғым келеді деп визуализация жасап аламын. Содан психологияға еще қызығып жүрем, психология қызығып жүрген бір мықты бір спикердің сабағына қатыссам деп, оны да тоже өзіме арман қылып аламын. Содан уақыт өте келе 4-ші баланы өмірге алып келгеннен кейін маған именно Сингапурдан Тони Роббинс деген не шығады ғой. Соны ойбай, мен осыған бару керекпін деп, Алланың қалауымен мен соған барамын. Содан енді сол неден келем ғой, Сингапурдан прям Тони Роббинстің сабағын алып, прям сондай бір күшті бір эмоциямен келем. И үйге келсем, күйеуім оның бәрін алмаған. Енді осы жерде менде эго өседі ғой. Осы уақыттан бастап, негізі осыған дейін де біздің өмірімізде арасында ұрыс-керіс болып тұратын, енді сондай бір отбасы болатын, отбасы болғасын деп. Біз ойлайтын едік, отбасы болғаннан кейін болады деп, ол қалыпты болатын. Бірақ осы қалай мен Сингапурдан келдім, уже біздің өмірімізде былай шыққан кезінде мендегі өсіп кеткен эгоны күйеуім баспақшы болып, мен үнемі кәдімгідей ұрыс-керістік өте бір жыл бойы қатты сондай бір моменттер болады, ұрыс-керістік өте көп болады. Кәдімгі мен әрбір түнім жылаумен оянатын болдым. Әрбір түнде жылаймын, таңертең көзім ісіп оянатын болдым. Осындай күндерім өте көп. Яғни бір жыл бойы осындай күндер өтті. Содан мен бір күні жаңағы бір жерден алыстан келе жатам, сол кезде пойыздан жаңағы келе жатқан кезімде маған күйеуім звондайды дағыны, осы бір айтады, Жазира, қалайсың, қалай келе жатсың деген секілді. Сол кезде мен сені сағынып кеттім ғой деп сұрайды, айтады да. Бірақ мен сол кезде мен де сені сағындым деген сөз айта алмаймын да. Неге? Себебі әбден көңілім қалған ғой. Уже жылаумен өткен күндерім өтіп кеткен да менен. Содан мен уже айта алмаймын сол сөз. Содан кейін телефонды қойғаннан ойланамын, маған не болып жатыр? Осы кезде уже кәдімгідей терапия жасаппын ғой мен өзіме.
маған не болып жатыр? Мен неге осындай состояние түстім? Менің өмірім неге осындай күйге түсті? Біз неге осындай жағдайда өмір сүріп жатырмыз? Біз мына қалыппен жүре беретін болсақ, екеуміз екі жаққа кететіндей қауіп бар ғой. Не деген сұмдық бұл? Уже сол кезде 4 баламыз бар. Деп сөйтіп ойландым. Сол кезде мен осы нәрсені Алла Тағала салды ғой. Жазира, сен бірінші күйеуіңмен өмір сүріп жатқандағы ниетің қандай деді. Сол кезде ең бірінші мен ниетіме ойлансам, менің ниетім дұрыс емес екен. Алла сақтасын, мен сол сәттен бастап ниетімді дұрыстадым. И одан кейін маған екінші не келді, Алла Тағаладан жаңағыдай бір ой келді. Сен өзің күйеуің туралы ойың қандай деген ой келді. Содан мен, оказывается, сол кезде мен күйеуім туралы, ол ұрысқақ, ол тиме дейді, түйедей қалады, ол мені түсінбейді. В общем, жаман жақтарын көре білдің, иә? Мен күйеуім туралы тек қана жаман жақ ойлаптым да. И сәйкесінше менің күйеуім маған тек қана жаман қарым-қатынас жасайды да. Өйткені менің миым соған толыққан. Әрбір қатынас деген кезде байланыс, кез келген байланыс, ол тіпті телефоны шалсын, ол тіпті тамақ ішіп отырайық, ол тіпті жаңағы SMS жасын, қандай жағдайда уже менің күйеуім уже жаңағы менің не дейді ғой, компьютер ғой біздің миымыз. Сол компьютерде уже күйеу деген нәрсе шықты ма, моментально ол қазір түйе дейді, то есть түйме дейді, түйедей қылады деген секілді. Ол маған ұрсады деген секілді сондай жаман ой айтады. И мен осы кезде сол нәрсені, неге мен оны жамандап алдым? На самом деле ол жақсы ғой. Міне осы терапия осы екен ғой. Біз жаман ой, біздің түп санамызда ол қайдан келеді жаман ой? Жаман ой сол жаңа 1 жыл бойы біздің әбден қарым-қатынасымызда мен эгом өсіп кетті да, ол мен эгомды басу үшін ол солай жаңа маған сол кезде бастаған ғой. Иә, сол кезде бастаған. Маған әй Жазира орныңа түс деп мен баса берген, а мен оны түймедей түйедей қылады деп мен жаман көріп алғам ғой. Сонда мен осы 1 жыл бойында мен күйеуім туралы бүткіл ойды жаман қылып жасап алғам миыма. Содан жаңағы сонда сөзің бөлейінші, жаңа айтып кетті ғой, Тони Роббинстің сабағына қатысты. Ол не сабақ берді соншалықты сені өзгертетінді, эгаңды көтеретіндей? Ол бізге 4 күн бойы сабақ берген кезінде біздің өзімізді тану. Мынау сүріп атқан өміріңде сен өзіңе өзің көмектеспесең өмірің өзгермейді деген нәрсені прям өте күшті нәрсені үйретті бізге. Тіпті жаңағы қорқыныштан қалай не істеуге болады. Мен тіпті сол жаңағы неде сабақта біз шоқтың өзін басып өтетіндей, в общем, өте күшті нәрселерді өттік. 13 000 адам залда, конгресс холлда 13 000 адам болды. Осы 13 000 залда сондай энергиямен, өте күшті энергиямен келдім. Тіпті сол келе жатқан кезімде мен миымды басқара алғам соншалық, мен қазір үйге барған кезімде осы айдың, ол кезде кредит төлейміз, осы айдың кредитін Алла Тағала тапсырамын, Алла Тағала өзің реттеп қойшы деген кезімде келесі аңыз сол кредит өзінен-өзі реттеліп кетеді ғой. Сонда дата бол, сонда миымызбен сондай керемет жұмыс жасауды үйретіп жүрген ғой. 4 күннің ішінде өзгерткен. Иә, солай өзгерткен. Бірақ мен сол бүткіл нені жаңағы сабақты алып келдім, күйеуім бірақ оны ешқайсысын көрген жоқ қой дедім да, мен моментально мен эгом өсіп кеткен ғой. Мен еще мынандай ғой, мен сонау Сингапурға барып, тіл білмей, 4 баланы тастап, жаңағы немеді, домохозяйка отырсам да барып келдім ғой мен деген секілді. Мен мықтымын дедім. Иә, мен мықтымын, иә. Деп сөйтіп, хотя мен жіберген сол ғой, күйеуім ғой. Мен өзімнің қателігім ғой, мені жіберген күйеуім, сонда мен сол күйеуім, мен сондай нәрсені алып келдім, саған Алла разы болсын демей, наоборот, солайдан эго өсіп кеткен ғой. Оказывается, әйел білім алған кезде эго өсіп кетеді екен. Сонда мен солайынан, ол 1 жыл бойы Алла Тағала сынады күйеуім арқылы. Маған эгоңды бас деді, Жазира орныңа түс деді. Сен осы күйеуің арқылы барып келдің ғой сол жаққа деген нәрсені үйретті да, ал ол күйеуім арқылы сынақ маған. Ол давить ете берді, мен прям баса берді. Маған айтты, сен нең жаңағы өзің не істеп алдың деді. Сол эго ғой, былайша айтқан кезде көкірегің өсіп кеткен сенің деп. Сен неге жаңағы жолдасыңды бірге дамытуға, сол жақтан әкелген сабақты неге оған бермедің сен? Вот менің кінәм сол болды да. Мен өзім өстім, болды деген секілді. Мен бәрін біліп келдім, енді мен бірдеңе жасау керек. Бүткіл внимание өзімде қалып қалды. Менің қателігім сол болды. Осы қателіктен 1 жыл таяқ жедім. Бірақ есесіне мен сол жерде өте күшті нәрсені үйреніп шықтым. Сол жаңағы проблемадан өте күшті лайфхакты үйреніп шықтым. Ол лайфхак сол күйеуің туралы жаман ойладың ба, күйеуің саған жаман қарым-қатынас жасайды екен. Күйеуің туралы жақсы ойладың ба, күйеуің саған жақсы қарым-қатынас жасайды екен. Яғни патшаның әйелі болғың келсе, күйеуіңді патшадай көр. Иә. А мен осы нәрсені маған Алла Тағала сол кезде үйретті. Мен сонда күйеуімді жаңағы сараң, жаңағыдай бір не істемейтін, мен ойламайтын, мен түсінбейтін деп ойладым. И на самом деле дәл сондай ол қарым-қатынас жасады. И сол кезде мен осы ойымды қалай өзгерттім, осы техниканы қалай жасадым, әр кез қандай қарым-қатынас болмасын, қандай жағдай болмасын, мен моментально мен күйеуім туралы қандай ойдамын,
мен күйеуім туралы қандай ойдамын, и сол ойды моментально өзгертіп отырдым. Жаңа маған автоматты түрде жаңа өзім үйреніп қалған жаман ой келеді ғой бірінші. Жоқ деймін да мен, жоқ, ол негізі осындай. Жоқ, ол негізі осындай. Яғни мен сол кезде түп санама жұмыс жасаппын. Мен түп санамда тұрған жаман ақпараттың барлығын моментально өзгертуге өте көп жұмыс жасадым. Яғни мен шамамен бір жарым айдай солай жұмыс жасадым. И соның жемісін қазір Аллаға шүкір 6 жылға жуық, яғни мен күйеуіме содан кейін құрметті әйел бола алдым. Күйеуімнің алдында сыйлы әйел бола алдым. Соның сол техниканы жасау арқылы былайша айтқан кезінде қызған шақтық та өмірімізден кетті. Яғни сыйлы әйел, ол еще ұрыс керісте өмірімізден кетті. Былайша айтқан кезде мүлдем басқаша өмір сүре бастадық. Яғни осы техника ғана сол жерде жасағанымыз. Ал оны Алла тағала маған жаңағыдай 1 жыл сынау арқылы беріп отыр ғой. Осы техниканы сен кімнен үйрендің? Біреу ұстаздарың болды ма, әлде қайдан шыққан техника оны? Әлде өзің ойлап таптың ба? Өте жақсы сұрақ. Мен негізінде ешкім маған бұны айтқан жоқ, бірақ мен орыстарды өте көп тыңдадым да. Орыстар мынандай нәрсені көп айтатын да, бір жаңағы қарым-қатынасқа қатысып былай айтатын. Сен күйеуіңнен жаңағы не сұрап тұрсың, бірінші өзің бер дейді да. Осы нәрсені мен осы бір маған ілмек болды. Күйеуімнен не сұрап тұрсың? Мен күйеуімнен құрмет сұрап тұрмын ба? Яғни мен құрмет беруім керек екен. Мен күйеуімнен сыйластық сұрап тұрмын ба? Мен оны беру керек екен. Бірінші деген осы нәрсе маған бір ілмек болды. Және одан да бөлек қаншама осы оқыған кітаптарым болды, жаңағы тыңдаған видеолар, в общем, солардан осы нәрсе Алла тағала ойыма салды осы нәрсені. Содан кейін мен өзім осылайынан қолдандым. Сөйтсем бұл өте керемет техника екен. Сол техникамен қазір қаншама әйелдің менің алдыма қазір терапияға келеді, разборға келеді, қаншама әйелге осы нәрсені жасау арқылы өмірлерін өзгертуге себепкер болып жүрмін, Аллаға шүкір. Я, құрметті көрермендер, ана Жазираның айтып жатқан техникасы өте керемет, маған да ұнап тұр. Енді егер де өздеріңіздің араларыңызда, жолдастарыңызбен араларыңызда сондай бір қарым-қатынастарыңыз дұрыс болмай жатса, осы техниканы қолданыңыздар деп айтар едім. Енді жаңа айтып отырсың ғой, Жазира, психология деп көп айтып отырсың, іздендім дейсің. Жалпы мамандығың кім сенің? Психология оқыдың ба жалпы? Өте күшті сұрақ. Негізі мен мынандай ғой, көп балалы отбасыдан шықтым, біз ауылда өстік. Сонда біздің балалық шағымызда тіпті мынандай нәрсе, не нәрсеге қызығушылығымызды білмеген адам болдым ғой мен негізінде ше. Бұны не үшін айтып отырмын? Егер де сіз де тоже өзіңіздің не қалайтыныңызды білмесеңіз, анау не қылмаңыз, жаңағы үмітіңізді үзбеңіз. Барлық нәрседе қолыңыздан келеді, егер өзіңізге үңілсеңіз деп айтқым келеді. Мен сонда балалық шағымда тіпті мен не қалайтынымды білмеймін. Бірақ бір білетінім мұғалім болғым келеді дегенді айта бергенмін ғой балалық шағымда. Яғни маған солай мұғалім болған ұнайтын болып тұрды. И сосын жаңағы оқуды тапсыратын кезде мен оқуға түсе алмай қалам ба, в общем, білмеймін. Жоқ, көп балалы отбасы болғасын, әке-шешем маған андай бір ақша төлей алмайды ма? В общем, мен не керек, математикаға келіп тастайды ғой. Математик, инженер математик, сондай оқуға келіп түсіреді ғой менше. А мен оны сұрамайды маған, қалайсың ба, осы саған ұнай ма демейді. Бірақ, в общем, инженер математик болып оқып шығамын ғой. 5 жыл бойы политехте оқып шығамын. Сол кезде менің түсінгенім, егер де маған тапсырылған тапсырма болса, мен алып шыға алады екенмін деген нәрсені оқып шықтым ғой. Мен сол математикаға келдім ма, мен математиканы алып шықтым. Мен математиканы қыбылға бітірмесем де, бір Қазақстан тарихы деген сабақтан 4 болып қалды да, басқасының бәрі 5 болды. Яғни мен түсіндім, мені қай салаға алып келсе, мен ол саланы алып шыға алатынын түсіндім. И одан кейін мен жаңа келін болып түскеннен кейін ата-енем, жоқ, сен мына инженер математика мектепте мұғалім болмайсың дейді, мен математика пәнінің мұғалімі, жаңағы заочно соны оқытады ғой. И оны тоже оқып аламын да, мектепте мұғалім де боламын математикадан. Мектепте мұғалім болып жүрген кезімде мен түсіндім, мендегі ең бір Алла тағаланың берген қасиеті ол түсіндіре алу екен. Мен сол мектепте мұғалім болып жүрген кезімде де математика саласын андай не істеймін да, түсініп аламын өзім, жақсылап түсініп аламын. Оқушыға келемін де, оны жақсылап түсіндіремін. И сол кезде өзім 1 жыл ғана толық жаңағы жылдың басы мен аяғына шейін математика пәнінің мұғалімі болып жүрген кезімде оқушылар айтты ғой, апай, сіздің арқаңызда алгебраның не екенін түсіндім дейді ғой. Сол кезде мен ойландым, мен қалай, мен мықты математик емеспін на самом деле деймін да. И соны өзім кейіннен не қылсам, жаңағы Алланың жазуымен мен өзім түсініп алған нәрсені жақсы түсіндіре алады екенмін да.
Мәселе тек сода екен да, маған сонда Алланың берген сол екен. Ал енді психологияға келгенім, осы өзім жаңағы кітаптар оқимын, жаңағыдай семинарларға қатыстым, қаншама видеоларды қарадым, сол кездегі өзім түсінген нәрсені елге түсіндіріп, және өзім түсініп қолдан алған нәрсені адамдарға түсіндіру жағынан менде Алланың берген сондай бір қасиеті бар екен да. Сол арқылы мен осы салаға келдім. Енді жалпы өзім сонда психолог емеспін, бірақ енді осы психосоматика бойынша кеттім. Енді Алла қаласа психологияны оқып алуға ниетім бар. Өте тамаша. Яғни сенің бойыңда жаңағы қоғамға пайдалы болу деген ұғым, қасиет, жақсы қасиет дамыған сенде. Иә, Аллаға шүкір, Алланың бергені. Жақсы, Жазира, өте тамаша ойыңды жақсы жеткіздің. Енді психосоматикаға қайтадан келсек. Енді қалай адамдармен жалпы жұмыс істейсің? Қандай нәтижелерің бар? Қандай техникаларды қолданасың? Негізі осы психосоматикаға келгеннен кейін мен өмір бойы іздеген осы екен деп түсіндім дедім ғой. Мен сол сәттен бастап өте көп практика жасай бердім. Практика жасап жүргеннің өзінде менде бір мынандай өте керемет бір не болды, нәтиже болды. Бізде бір кісі, бәріміз психосоматиканы оқуға келген бір кісі, өзі жасы 50-де екен. Сонда жаңағы кісі айтады да, біздер ағайымыз, ұстазымыз бәрімізден сабақ сұраған кезде, ол кісіден де сабақ сұрайды ғой. Сөйтсе ол кісі жылап қалады. Сосын сұрайды, сіз неге жылабатсыз дейді. Сонда ана кісі айтады да, менің 6 ай бұрын бауырым қайтыс болған, мен сол есіме түсіп кетеді да, мен сосын жылап қала беремін дейді. Жарайды, бірінші рет солай болды, екінші рет солай болды, үшінші, төрт, в общем, әркез солай болады. Біз оны жылауық тәте деп атап алдық. Содан бір күні маған бір сондай бір сәт түседі, жаңағы кісімен не істеймін? Маған айтады да, жаңағы кісі, сіз маған жасаңызшы дейді. Содан жаңағы кісіге, маған да интересно да, не үшін жылай береді деген, өзіме қызық болып тұр. Содан жаңағы кісіге мен практика жасаймын. Сонда біз түсіндік, ол кісінің арғы несінде жаңағы ішкі жаңағы бізде жүрек психиканың жаңағы негізгі мүшесі екен да. Біз жүрек арқылы бізде көп ақпараттар сақталған екен да. И сонда оның жаңағы мамасы арқылы сондай бір ақпарат келген, ол жаңағы кез келген ситуацияда өзін кінәлі сезінетін, мамасында бір ситуация болған, сол кезде ол өзін кінәлі сезінеді постоянно, и сол балаға берілген ғой. Сонда бала жаңағы кісі өзі кез келген ситуацияда өзін кінәлі сезінеді да, и сөйтеді дағыны, бопты мен ақ кінәлі болайыншы дейді. И ана жерде де тоже мен ақ бауырында қайтыс болған, мен ақ кінәлі болайыншы деп өзін алып алған ғой. Көрдіңіз ба? И көрдіңіз, сол кезде солай өзін кінәлі сезіну арқылы ол жаңағыдай жылап қалады, бауыр есіне түсіп кетеді. Содан мен жаңа кісіге терапия жасағаннан кейін өзін жеңіл сезінді. Екінші күні бәріміз тағы да жиналдық. Сол кезде ол кісі өзі бірінші рет мен айтайыншы деп тұрып қолын көтеріп, жаңағы енді бізде жаңағы сабақ өтіп жатыр ғой. Содан қолын көтеріп өзінің ойын еркін жеткізді. Бәріміз таңғалдық. Бәріміз шок еді ол кісінің несінен. И сосын мен ол кісімен әлі күнге шейін байланысам, әдейі сұраймын, қалай сіз қазір бұрынғыдай жылап қалмайсыз ба деген секілді. Жазира, мен қазір мүлдем ондай нәрсе жоқ менде, мен ұмытып та қалдым оны қалай екен деп сөйтіп айтады. Маған айтады, Жазира, егер де сен маған басқа жерде осы терапияны жасап берген болсаң, мен саған смело 100 000 теңге тасып кететін едім. Өйткені сен мен осы 50 жасыма шейінгі осылай өзімді любой ситуацияда кінәлі сезініп жылап қалатын немді алып тастадың деп сөйтіп айтады ғой. Мен сол кезде осы ең алғашқы алған менің нәтижем осы болды да. Аллаға сансыз шүкірттер болсын, не деген керемет деп өзім осыдан бастап өте көп Аллаға шүкір жаңағы адамдарға көмектесе алдым деген ойдамын. Және осы жерде тағы бір нені айтқым келеді, мен бұны үнемі айтып жүрмін. Маған бір кісі келеді. Ол кісі негізі мынандай да, өзі 20 жыл тұрмыста болады, 18 жыл бойы мені күйеуі арақ ішеді. Бірақ оның маған келген мақсаты, мен бүткіл жауапкершілікті мен өзіме алып алғанмын. Содан қазір аурумен сыналып жатырмын. Маған терапия керек деп келеді ғой. Содан мен ол кісімен жұмыс жасаймын. Сөйтіп жаңағы 2 айдан кейін жаңағы кісі жазады ғой. Сіз білесіз бе дейді, менің күйеуім жатып ішер, күйеуім қазір арағын қойып, намазды жаттайын деп жүр, Алла қаласа ораза ұстаймын деп мойындалып жүр дейді ғой. Сонымен таң қалдым да, Алланың несі ғой, бұл жерде Алланың құдіреттілігі ғой. Мен ана жерде тек қана әйелмен ғана жұмыс жасаймын. Мен тіпті біз күйеу туралы қосамаймыз да. Сонда получается мәселе қайда жатыр? Мәселе мына Алла Тағаланың Рағд сүресінде мынадай нәрсе айтады да.
қайсы бір қауым өзін өзгертпейінше мен оның өмірін өзгертпеймін дейді да. Сонда қараңызшы, жаңағы келіншек өзін өзгерткен, не себепті ол 20 жыл бойы бүткіл жауапкершілікті арқасына арқалап алып сөйтіп жүрді, соның себебін таптық, түп сана деңгейінен сол нәрсені өзгерттік. Осы нәрсе өзгергеннен кейін ол уже өзіндегі жаңағы проблема деген нені өзгертіп, яғни өзінің түп санасында тұрған көзқарасты өзгерте алды да. Осы өзгергеннен оның өмірі өзгеріп жатыр да. Өзінен өзі Алла Тағала жаңағыдай күйеуін өзгертіп қойды, айналасын өзгертіп қойды деген секілді. Сонда мен осы үнемі осылай айтамын, маған келген кез келген терапияға келген адамға айтамын, менің жұмысым сіздің түп санаңыздағы кез келген мәселеге көзқарасты өзгерту, ал нәтижені Алла Тағала береді. Сондықтан мен Аллаға сансыз шүкірліктер айтамын, қаншама адамға осылайынан өмірін өзгертуге септігін тигізді осы терапия. Және тағы бір нәрсе айтатыным, бір келіншек жаңағы изменамен келеді да, күйеуі бірнеше әйелмен оны жаңағы измена жасайды. И сол кезде мен жаңағыдай әйелмен ғана жұмыс жасаймын, әйелдің көзқарасын өзгертемін. Сөйтсем бұл жерде әйел мынандай да, өзінен атталып кетті дегенде, өзінен күйеуді итереткен да, түп сана деңгейінде. Ол әдейі жасамайды. Қараңызшы, бізде түп сана деңгейі 95% бізді басқарады, ал 5% біз сана басқарады. Біз 5% санамен ойланамыз негізінде ше. Мен күйеуім неге қарамайды, мен күйеуім немесе неге бұл басқа кетіп жатыр деген секілді ойланамыз да, бірақ біздің 95% жаңа түп санада ол өзінен итереді да, жаңа күйеуді ше. Сосын ол күйеуі өзінен itергеннен ол не істейді? Ол басқа ол да сезеді ғой оның бәрін. Сезеді, ол бәрін түп сана деңгейінде ол сезеді да, басқаға барады. Ал енді сол басқа әйел мына әйелге айтып, не үшін ол олардың өміріне келді? Мына әйелге айтып жатыр, сен өзгер деп тұр да. Сен өзіңді өзгерт, сол кезде мен сені өзгертуші мен келіп отырмын сенің өміріңе деп келеді екен да. Ол да тоже түп сана деңгейінде сөйтіп келеді да. Сонда Алла Тағала солайынан жағдайды сөйтмес деп қояды екен. Сол кезде жаңағы әйел өзін өзгерткен кезінде күйеуі өзінен өзі қасына келді. Мен сондай әйелмен жұмыс жасаған кезімде ол әйел айтты да, мен осы сіздің айтқаныңыздан кейін өзінен өзі басқа әйелдің қасында жүрген күйеуім өзінен өзі маған жанына келіп алды дейді ғой. Көрдіңіз бе? Сондай ненің жаңағы терапияның жұмысы бұл жерде мен жасамаймын да. Бұл жерде Алла Тағала бізге жолды көрсетеді. Бізде бірақ инструмент бар да. Жаңағы шаг за шагом дейді ғой. Неден кейін не айту керек, соның барлығын бізге үйретті. Біз сонымен жасаймыз, ал нәтиже Алла Тағаладан. Осындай қаншама жаңағы адамдардың өмірін өзгерткен себептер болып жүрмін. Өзім өте қуаныштымын. Осындай нәтижелер бар, Аллаға шүкір. Рахмет. Керемет. Енді сіз жаңа көбінесе әйел адамдар келеді деп отырсыз. Ер адамдар келе ме сіздің сеансқа? Негізі өте жақсы сұрақ екен. Мен ер адамдар менің неме терапияма келгісі келеді. Мен осылай енді қаншама нәрсені айтып жатқаннан кейін, бірақ мен өзім ер адамдарды алмаймын да. Өйткені мен күйеуім оған ер адаммен жұмыс жасауға рұқсат бермейді. Сондықтан мен оларды, бізде ер адамдар жаңағы бар, анандай бізде бірге оқыған өзіміздің курстастар, мен соларға жіберемін. Солай. Негізі ер адамдар көп емес шығар, мұндай проблемалармен. Негізі болады екен. Өйткені біздің ағайымыз Дәуренбек ұстаз және Кударовтар ғой, сол Дәуренбек ағайға ер адамдар барады, оның әйел Эльмира ханымға әйел адамдар келеді. Сондықтан мен ойлаймын, ер адамдарға да керек негізінде. Ал енді мен қазір миды сендіру деген сабақ сатамын. Осы сабаққа ер адамдар да келеді. Мен оларға сатамын да, сабақ беремін да. Өйткені олар да пенде, енді ол мен көзбе-көз бүйтіп жұмыс жасамасам да, ең болмаса менің видеом арқылы өздерінен сабақ алсын деп, мен солайдан сатамын. Өте тамаша. Енді мынау психосоматика өзгеге көмектесіп жатырмын дейсіз. Өзіңізге қалай көмектесті психосоматика? Қандай нәтижеге жеттіңіз? Мен негізі осы психосоматикаға келгеннен кейін шынымен де мен өмірім өзгеріп жатыр ше. Мен мысалға бағана айттым ғой, жаңағы өзімнің қарым-қатынасым, олар психосоматика келмей-ақ та, мен солайынан өте көп жаңағы өзім өмірім өзгеріске енді. Ал енді уже олар осы именно психосоматика келгеннен кейін менде самооценка деген қалыпқа келді. Яғни менде бұғанға дейін самооценка деген біресе жоғары болып кетеді, біресе төмен, тұрақсыз. Негізі самооценка тұрақсыз болғанда тоже жақсы емес екен. Керек кезінде көтеріліп кетеді, керек кезінде төмен түсіп кетеді, керек емес. Жаңағы кейбір уақытта, керек уақытта төмен түсіп кетеді деген секілді. Ал енді мен бұл психосоматика арқылы мен
өзімнің самооценкам тұрақталды. Неге десе, негізі біздің самооценкамыз анамыз арқылы келеді екен ғой. Біздің сол жағымыздағы анамыз арқылы бүткіл ақпарат кіреді екен да. Ал менің самооценкам осы анаммен қарым-қатынасым дұрыс болмағанда, яғни біз кішкентай кезімізде анамыз арқылы өзімізді қабылдауды үйренеді екенбіз да. Менің сонда көп балалы отбасынан не қылдым, отбасында болдым, сонда мен үйдің үлкенімін. Менен кейін артынан қатар қазақта енді сондаймыз ғой. Жаңағы балалар өмірге келе береді, сен үлкенсің деп итере берген ғой. Жауапкершілікті бәрін беріп тастаған, және сен үлкенсің деп мен итере берген. И содан кейін мен уже махаббатқа да, жаңағы мен кішкентай кезімде мысалы мамам маған айтпаған, қызым сен қандай сұлусың, немесе қызым мен сен қандай жақсы көремін деген нәрсені естімегеннен кейін менде самооценка жаңағы ана айна техникасын жасамағанға дейін самооценка вообще төмен болған. Ал айна техникасын жасағаннан кейін менде самооценка былай біресе жақсы, жоғары, төмен, тұрақсыз болған. Иә. Ал енді осы психосоматикаға келгеннен менде уже тұрақталды. Яғни мен анаммен қарым-қатынасымды реттей алдым да, мынау сол жақта анам арқылы бүткіл мамам жақтағы әже аталардың бүткіл ресурсы маған кірді. Мен қалай осы нәрсені жасадым, солай кірді. Ал енді екінші жаңағы мендегі осы психосоматикаға келгеннен кейінгі нәтиже ол табыс. Мен осы жаңағы именно осы психосоматикаға келем дегенше өте көп нәрселермен айналыстым. Мен тіпті желі маркетингке де кірдім. Яғни мен өзімді іздеумен болдым да, өмір бақи өзімді іздеумен болдым. Сонда жаңағы қандай нәрсемен айналысып, қандай нәрсемен жасасам да, вдруг мен осы жерден өзім тауып аламын деген сондай болды да. Бірақ олардың барлығында да менің әкеммен қарым-қатынасым, оң жақта әкеммен қарым-қатынас дұрыс болмағандықтан, ешқайсысында мен табысты, өзім ойымдағыдай табыс таба алмағанмын ғой. И сөйтіп жүрген кезінде мен түсіндім, осы психосоматикада менің яғни әкеме деген реніш болыпты менде. Менің әкеме деген ренішімді, яғни оң жақтан бүткіл маған келеді ақпарат, әкем жаңа ворота ғой, әкеммен реніш болғаннан жауып тастаған ғой, кірмейді. Ешқандай ақпарат кірмейді да. Ал енді әке арқылы біз жалпы жаңа жетістікке жету, өмірде өз жолын табу, жаңағы әке арқылы біз андай өзіңе ұнайтын нәрсемен айналысуды үйренеді екенбіз да. Мен соны әкеммен жаңа техниканы жасадым. Сол техниканы жасау арқылы менің табысым арта бастады. Мен былайша айтқан кезде табысым бұрынғы табысымнан 3 есе артты. Сондықтан менің өмірімді бұл психосоматика үлкен өзгерістер алып келіп жатыр. Осындай жаңа өзгерістер болды менің өмірімде. Енді ата-анаңмен қарым-қатынасың қандай қазір? Ол кісілерге қазір енді балалық шақта еркелей алмаған, қазір еркелейсің бе? Иә. Қазір мен анама анашым деп айта алмайтынмын. Осы нәрсе кедергі болды. Неге? Өйткені менің анама деген өкпе болды ғой. Анам менің кішкентай кезімде жақсы көремін деп айтпады деген өкпе реніш болды да. Мен сонда анашым деп сыртынан айтқанмен бетіне айта алмайтынмын. Мен қалай осы техниканы жасадым? Кәдімгідей анашым, мен сені жақсы көремін деп кәдімгі көзбе көз айта аламын, құшақтай аламын, анама еркелей алатын болдым. Және әкеме де солай. Әкеммен мысалға бұрын соңды жаңа осы техниканы жасамай тұрған кезінде, әкеме былай барған кезінде, енді олар Алматыда, біз Астанада деген секілді, барған кезде қалайсыз папа деп бетінен бір сүйем бітті. Одан кейін былай бүйтіп әңгімелесіп отыру жоқ та. Ал енді мынадан кейін әкешім, жаным деп оны құшақтап, кәдімгідей сондай бір сезімде жүрмін. Оған әкешім деп жаңағы мен бетіңнен сүйдім деген секілді нәрселерді айта аламын уже. Оған кедергі жоқ та. Ал енді бұрын оған кедергі болған. Осы кедергілер менің өмірімнен алынып тасталды. Кәдімгідей әке деген мынандай осы бір техника айта кетейінші. Мынандай да нәрсе бар да, мысалға сіз мысалда былай, сіз әкеңіз туралы қандай ойдасыз деген кезде көзіңізді жұмыңыз да, мысалы оң жақта әкеңіз туралы елестетіңіз, көзіңізді жұмыңыз, мен әкем туралы ойым қандай деп өзіңізден сұраңызшы. Мен мысалы бұрын соңында сөйтіп сұраған кезімде әкем туралы ойым маған жаңағы дұрыстап берген жоқ, мені дұрыстап үйреткен жоқ деген секілді сондай болған ғой. Қазір мен сұрасам, әкем деген тау. Әкем бір жұлдыз секілді болып тұрады. И тура дәл солай анам, менің көзім жұмып, менің анам туралы ойым қандай. Мысалы, мен бұрын соңды анам туралы ойым қандай десем, ұрса береді, жаңағы қорқам, ұрсап деп қорқам деген секілді ой болатын ғой. Ал мен қазір анашым мені жақсы көреді, бір жарқырап тұрған жұлдыз да, екеуі де ше. Міне осы нәрсені жаңағы техниканы жасау арқылы менен өмірімнен кетті да. Ал енді мен ол техниканы осы жерде айта кетейін, оқырмандарға бұл техниканы былай жасауға болады. Мысалға, сіздің жаңағы
анаңыз туралы, әкеңіз туралы ойыңызда реніштер болатын болса, былай жасайсыз. Мысалға, қазір біз осы подкаст түсіріп отырған жерде, мысалы, қазір мен өзім, қызымын, сіздің орныңызда, мысалға, просто так бос орын тұрсын, осы жерде анам отыр деп елестетіп, мен анама бүткіл жаңағы ренішім бәрін айтып, как будто анам отырған секілді, бүткіл нәрсемді айтып алам, и одан кейін мен өзім тұрамын да, анам жаңағы осы жерге барып отырамын дағыны. Енді мен, мысалда, анам, мен енді қазір Жазираның анасын деймін дағыны, уже Жазираның анасы ретінде, мына жерде отырған Жазираға не айтқым келеді анасы ретінде. Сосын барып қайтадан өзім мына жерге отырамын да, енді мен Жазирамын, анама деген уже махаббатымды айтамын. Осылайынан біздің жаңағы неміз, қарым-қатынас осылай дұрыстауға болады да. Әке де дәл солайынан. Осылайынан осы техниканы жасасаңыздар, өте күшті техника, осылай жасап көріңіздер. И содан кейін ең бастысы, жаңа соңында әкеге де, анаға да сіздің тарапыңыздан махаббат қалу керек қой. Жаңағы мен әкем туралы ойым қандай дегенде махаббат, прям жұлдызы жарқырап тұрған кісі көріну керек қой. Міне осы техниканы жасаса, жаңағы әке жақтан табыс артады, шеше жақтан самооценка қалыпқа келеді. Ал ата-анаңыз сізді қалай қабылдады? Жалпы ол кісілер осы психосоматиканы, ол кісілер негізінде білді, Жазира, сен үнемі ізденісте жүрген адам екеніңді білем. Мен сен үшін өте қуаныштымын, сен наконец-то өз орныңды таптың деді ғой. Олар сезді, наконец-то өз орныңды таптың деді. Енді осы жерде биік белестерді бағындыратынына біз саған сенеміз деп қазір уже арқамнан қағып, сөйтіп отыр, мен тілеуімді тілеп отыр. Әрбір жасаған ісіме жаңағы тілеулес болып, батасын беріп сөйтіп отыр. Қандай тамаша, керемет. Аллаға шүкір. Өте керемет подкаст болды деп ойлаймын, өте пайдалы болды деп ойлаймын көрермендерге. Енді мына тыңдармандарға не айтарсың? Енді көп нәрсе айтылды ғой бұл жерде, соның бір түйінін айтсаң. Негізі мен осы жерде тыңдармандарға мынандай нәрсе айтқым келеді. Менің ең басты түсінген нәрсем, бізді 95% сана басқарады екен. 5% сана басқарады. Біз 5% санамен жетістікке жеткім келеді, табыс тапқым келеді, жаңағы самооценкамды тұрақтағым келеді. Немене? В общем, не нәрсе айтасыз, бүткіл нәрсе 5% санамен айтасыз да. Бірақ ойлаңызшы, 5% сана қандай, 95% түп сана қандай. Осы 95% түп санадағы бүткіл ақпаратны 5% басып тастайды дағыны, сіз жетістікке жетуіңіз өте қиын болады екен. Сол үшін де мен сізге айтатыным, қандай жағдай болмасын. Мысалға айталық, сіз жаңағы жетістікке жеткіңіз келеді, қаншама нәрсені жасамас, бірақ соны түп санаңыздан сұраңызшы. Менің жетістікке жетудегі түп санамда қандай көзқарас бар деп сұраңызшы. Сол кездегі сол шығатын көзқарас қандай? Сізге жауап, мысалға айталық, сізге мынандай жауап шығуы мүмкін да. Мен қолымнан бәрібір келмейді. Немесе, осы мен неменеге жанталасып жүрмін, бәрібір жасай алмаймын ғой деген секілді ақпарат шықты ма, бітті. Осы жерден тоқтатыңыз, жаңағы жасап жүрген бүткіл нәрсеңізді тоқтатыңыз. Дәл осы көзқараспен жұмыс жасаңыз. Дәл осы көзқарасты, яғни сіз өзіңіз туралы жаман ойды жақсы ойға өзгертпейінше, сіздің өміріңіз өзгермейді. Ең басты нәрсе, мен осыны түсінгенім, ең басты нәрсе, осы түп санадағы қандай нәрсе болмасын, сіздің жаңағы көзқарасыңыз қандай, соны табу ғой. Бұл табу жұмыстың 50% жасалған деп есептеледі. Ал енді сол тапқан көзқарасты өзгерту 50%, қалған 50%. Сонда сіз осы миыңыздағы тұрған жаңағы негативный көзқарасты өзгерте алсаңыз, позитивке аудара алсаңыз, иншалла сіздің өміріңіз өзгеретін болады. Сіздерге көп рахмет. Осындай подкастты соңына шейін тыңдағандарыңызға. Тағы сұрақ бар ма, Ақмарал? Меніңше барлығын айтып болған сияқтымыз. Иә. Көп рахмет. Ары қарай да ісің оңды болып жүре берсін. Мен саған да рахмет. Осылай менің шақыртуыма келіп, прям жаңағы өте бір күшті подкастқа сұрақтарын дайындап, менің ашылуыма бір жақсы бір не болды деген ойдамын. Жақсы бір сұрақтар дайындалып, жақсы бір подкаст түсірілді деген ойдамын. Рахмет. Осы подкастты соңына шейін көргендеріңізге көптен көп рахмет. Және міндетті түрде бөлісіңіздер. Осы подкасттың соңына комментарий қалдырыңыздар. Ал жақсы сау болыңыздар. Қашанда бір-бірімізге пайдалы болып жүрейік. Амин.